Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алпамыс Окей YouTube арнасы және оның жүргізушісі мен Алпамыс бүгін сіздерге оңтүстік Кореяда болған сұмдық жағдай туралы айтып бергім келіп отыр. Достар, бізбен бірге болуды ұмытпаңыздар, маған міндетті түрде тіркеліп қойыңыз, себебі алдағы уақытта әлемде болып жатқан ең қызықты, таңғаларлық және бүгінгі тақырыбымыз сияқты шоштарлық дүниелерді айтып беріп отыратын боламын. Біз бастаймыз. Өздеріңізге белгілі, жақында Хэллоуин мерекесі атап өтілген болатын. Дәл осы мерекені атап өту оңтүстік Кореяда да бар. Бүгінгі тақырыбымыз осы оңтүстік Кореяның астанасы Сеул қаласына байланысты болады. Себебі осы қалада осы мерекені атап өту барысында 152 адам қаза болған. Хэллоуин мерекесі жалпы жаңағы неше түрлі қорқынышты костюмдарды киіп алып, көшелерде көптеген адамдар болып жүріп, сонымен қатар мына кафе, ресторандарда отырып, жеп, ішіп, аталып өтілетін мереке. Дәл осы Сеул қаласында бір кішкентай бір көшенің бойында ресторандар мен жаңа кафелердегі орындарға талас барысында 152 адам қаза болған. Мәселе бұлай. Сеул қаласының Тхэвон деген көшесі бар. Өте қуыс көше, бірақ дәл осы өте қуыс көшенің бойында жастар атап өтетін, неше түрлі мерекелерді қарсы алатын өңшең атақты кафе, ресторандар орналасқан ұзына бойы. Дәл осы кафе, ресторандағы орындарға талас барысында бір уақытта 10 мың адам жиналып қалған ғой жаңа көшенің бойына. Барлығының ойы каким-то образым жаңағы кафе, ресторандардың біреуінен орынды бірінші болып алып қалу. Және сол орынды бірінші болып алып қалу барысында сығылыс болып, сол сығылыс барысында қаншама адамдардың өкпелері қысылып, аяқ қолдары сынып, сол жерде мерт болған. 서울 용산구 이태원에서 발생한 압사석으로 숨진 사람이 153명으로 늘었습니다. 정부는 오후 4시 반 기준으로 Мына видеода көргендеріңіздей өте қорқынышты жағдай орын алған. Көріп тұрсыз, көше өте қуыс. Бұны немен салыстыруға болады, когда сен кешкі жақын жұмыстан автобустың ішінде сығылыс болып келіп жатқан жерді, бірақ өкінішке орай автобустың ішінде 30-40 адам болса, бұл жерде 10 мың адам сізді қысып тұрды. Әрине, қаншама адам есінен талып қалып, қаншамасы қолы сынады, қаншамасы мерт болып сол жерде қалып кеткен, аяқ астында басылып, өткен ешкімге қарау деген дүние жоқ. Менде негізі нешеме қорқытатын кадрлар бар, бірақ мен оны сіздерге қазір көрсете алмаймын, өйткені ол YouTube арнаның заңына сәйкес келмейді. Бірақ кадрларды көрсеңіз, сіз действительно шошып кетесіз. Өйткені қаншама адам әр жерінен шыңғырып жатыр. Деп көкіректері езіліп, соған қарамастан қалған адамдардың өліп атырау деген ой жоқ. Ойлаш, даже сен оған көмектесе де алмайсың. Ойлаш, сен соның арасында тұрсың. Мына жерде қыз шыңғырып уже есінен талайын деп жатыр, бірақ сен ештеме істей алмайсың. Бүйтіп иығыңды алайын десең, мына жағыңнан біреу сені қысып жатыр да. Сенің көзіңше біреудің өліп бара жатқандығын көретін жағдай болған ғой. Сондағысы болмағыр бір мерекені атап өту. Біреу естісе ойлайды ғой, ойбай, Сеулде осылай 152 адам қайтыс болыпты дейтін болса, біреу ойлайды, ойбай, атыс болған ба, неме бәле, жер сілкінді ма деп. Жоқ, мерекеден қайтыс болған ғой, әшейін мереке. Бізге жетіп келген ақпарат сондай да, 152 адам қаза тапты деген. Бірақ біз одан да көп адам қаза тапқандығын білеміз, себебі енді полиция департаменті халықты шошытпау барысында азғып айтады ғой, себебі әр жерден ақпараттар келіп жатыр, 500 адам қайтыс болды, 600 адам қайтыс болды деген. Себебі ойлаңызшы, 10 мың адам, жалпы Сеулдің тұрғыны 10 миллионнан асады. Біздің Қазақстанда 20 миллион десек, соның жартысы Сеулдің бір ғана қаласын алып отыр. Бір ғана қалада 10 миллион адамның 10 мыңы бір көшеде жиналып қалғанда, ол жерде 152 адам өлді деген ол өтірік ақпарат қой. Ол жерде шынымен де 500-600 адам қаза болды, 100% гарантия. Бірақ
мені таңғалдыратын нәрсе, неужели это стоит того деген нәрсе да, мына сөзді шынымен де ол соны тұра ма? Сол мерекені барып атап өтіп қаза болып кетті деген дүние. Қазіргі таңда оңтүстік Кореяда өте қаралы күндер, тіпті келесі жылы Хэллоуин мерекесін атап өтпейміз, атап өтілмейді деген ақпараттарда келіп жатыр. Өйткені мемлекет ойлаған жоқ, мұндай оқиға орын алады деп, мұндай жағдай болады деп. Сондықтан да келесі жылы Хэллоуин мерекесінде адамдар киініп, қуанып жүрудің орнына қаралы күнді қарсы алатын болады. Достар, өз ойларыңыз қандай? Бұндай жағдайға достар, өз ойларыңыз қандай? Мұндай жағдайға деген көзқарасыңыз қандай? Міндетті түрде пікірлеріңізді комментарийге қалдырып кетіңіз.